Мамочки. Прикол. Осындай көз болса, иә, қыздар, сәлем, қыздар. Мамочки. Биттә өзімнің пятналарым бар, мына пятна бар еще. Сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Қой, мен мынаны алып тастайын. Қалай алам енді бұны? Мына жерді басатын шығар, иә? Да. Мына басатты. Қазір алып тастайын. Өзім болайын. Қай жерге тұрады енді дұрыс? Осы ғой да? Осы ғой, иә, өзім. Так. Иә? Прикольный бірдеңелер бар еді. Мынаған да? Все. Иә, болды енді. Түші үштеме қарай. Қыздар, қалайсыңдар? Енді орнына қалай келді? Все, келді. Сондай эфирді сақтамайсыз соңғыда. Өткендегі эфир сақталмай қалғанда мен де телефонға сақтап алғанмын. Ана өзгерген күні ғой. Енді оны IGTV-ге салынбай қалды. Бірден салмаса салынбайды екен. Мен сосын оны кесіп ютубқа салу керек, потому что кеспесе арасында қайта мен кетіп қалғанмын. Или солай сала берем ба ютубқа? Сала берсем бекен. Көреміз енді. Сол эфир сақтамағанда өзім эфирге кіре алмай жүрмін ғой. Балдармен. Мен өмірі үйде эфирге осылай кіре алмаймын ғой, никак. Балдар нетпейді, жаңа реаліп әжесіне айттым. Енді мен көп болды шыға алмай жатырмын, эфирге ұят болады. Мен балдар ұстай тұрасыз ба деп эфирге кіріп отырмын, әжесіне рахмет. Сол қалдарыңыз қалай? Қадір түнін қалай өткіздіңіздер? Мен сіздерге сол қадір түні туралы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Себебі, мысалға, жаңағы әдемі болып отырсыз ба? Сол әдемілік туралы айтайыншы, қызық үшін. Енді біз үйде отырмыз ғой бәріміз. Енді жұмысқа барып жүргендер сірә үйде отырмыз. Әні жағы еркіндік басталып далаға шығамыз. Міне еркіндік басталып далаға шығамыз деп жүргенде. Шаршап кетесің да, мысалы, мен өзім былай Инстаграм қарап, жаңалықтарды қарап, қашан деп қарамаймын да, бірақ енді үйде жаңағы мамамыз қайта айтады. Мыналар ашпайтын сияқты. Мыналар дегенде ашпайтын сияқты, мыналардың деген түрі жаман. Тағы осындай шығыпты деп айтыр. Ай, түрі жаман деп сөйтіп күндеп айтып отырады ғой. Сосын мен қарамай үйде хабар беретін адам болғаннан кейін қарамаймын. Содан енді қанша дегенменде үйде отыра бергеннен кейін бір жағынан еще менде екі бала кішкентай садикке бару керек қой. Ол садиктің ашылған жағдайында да біз бармаймыз, себебі біздің жаңа балабақшаны жөндеуге жабып жатыр, ремонтқа жабып жатыр. Сондықтан біздің балдар үйде болады. Аллах тағала балдарға жақсылап тұрып қара деп тұр деймін, соған қарағанда. Енді соны әрі ойладым, бері ойладым, бүгін жаңағы ойладым да. Қарасам 24 сағат миға тыныштық бермей, сәлем қыздар, миға тыныштық бермей өзімізді тәрбиелеп жүреміз, жаңағы көбіне мақтау аз да, тәрбиелеу көп өзіміз. Сосын айттым да, ауыз аштық, тамағымызды жеп алдық, жаңағы немізді аяқтарымды жудым, содан кейін ваннаға кіріп, бет қолымды қарадым да. Әй, қойшы дедім, мынау не істеп тұрмын мен? Кірпігімді ойайыншы деп, кірпігімді ойалып, соңғы ғой, мына кірпігім боялып тұр. Ай, кірпік неге боямасқа, мен кішкене бүгін өзім қарайыншы. Біз деген қай уақытта әдеміленеміз? Біз тойға барарда әдеміленеміз, біз қонаққа барарда әдеміленеміз. Біз неге үйде өзіміз солай дайындамаймыз да, Майрагүл? Соны деген өзің білесің, неге соны сен қолданбайсың? Давай үйге әдемі боламыз дедім де. Шашым тарадым, ой, неткен шаш. Ой, неткен шашты, бүйтіп шашымды тарап, өріп оны. Сосын бетіме бүйтіп кішкене қарап, кірпігімді бояп, ернімді бояп, той құрсын, жаңағы
қашан далаға шыққанды күтіп жүремін, одан да үйде осылай өзімді өзім қарайыншы деп кәдімгідей мына ол кезде мына біз деген тойға бір жерге дайындалған кезде де мысалы мен өзім сахнаға шыққанда біз деген настрой жасаймыз. Мысалы сен апыл-ғұпыл бала-шаға балаға қарап садиктен кім алады бірдеңе деп қазір мысалы спектакль басталады. Сөйтек осылып жаңа айнаң алдына отырдың да гримді жаға бастаған кезде уже қазір сен ойнайтын спектакльдің есігін түсіп сен сол состояниеге кіре бастайсың. Мысалға жұмысымда менің. Ал енді былай үйде тойға дайындалған кезде біз жаңағы макияжды мен көбіне жаңағыдай салондарға жасатпаймын. Қатты қалың жағып, оны келгенде мен оның жартысын өшірем, азаптанып кетесің да, сосын өзім осылай слегка жағып шыға беремін ғой. Соны жағып тұрған кезде тойға баратын, тойға кім келетінін примерно білесің, тойда қай ресторанға бара жатқанын білесің, тойда примерно қай ресторанның кухнясы қандай екенін білесің. Соны тойдың атмосферасына сен боянып тұрып кіре бастайсың. Киінгенде тіпті енді жаңа клатчыңды ұстап шығып бара жатқан кезде жаңағы подиумға кетіп бара жатқан жаңағы нелер сияқты, модель актрисалар сияқты красный дорожкамен жүреді ғой, сондай болып кәдімгідей тойға бүкіл бәрі сөйтіп келеді ғой, тойға барлығын киіп. Сонда біз қараңызшы, бізді сонда не істейді? Энергетика повышается. Біздің өзімді жаңағыдай бір жағынан бір не бар ғой, әйелдік намыс азып жүр демесінші, осы деген ана неше баласы бар, 3 баламен или 5 баламен азып жүр демесінші, осы деген ана күйеу тапқан жұқпайды демесінші, киіп алайыншы деп бір киімдерімізді киіп алып, боянып, ана көзіміздің отымыз ойнап, тойға барғанда жасанамыз осылай. Сол көрдіңіз бе, бізде энергия повышается сильно. Энергияны сыртқа тебеміз да. Сен жаңағыдай киініп боянып шыққанда балдар да мама деп, балдар басқаша қарайды ғой саған. Мысалы мама деп балдардың өзі жаңағы бір неткенде бұлтты күнде бір күн шыққанда біз жаңағы карантиннің бітуін қалай күтіп отырмыз, солай кәдімгідей жаңағыдай вау деп шығарса бәрін далаға атып шығып деп жүгіреміз шығар. Мысалы бір сондай бізді көргенде даже балдардың көздері күйеуіңде қарап деп қалады да. Күйеуің мысалы кейде нелер барады ғой, мындай шубкілерің болады, бірдеңелеріңді киіп, жаңағы платьенің сыртынан жаңағыдай чернобург шубыңды киіп, болмаса бір әдемі пальтоңды киіп, өйстіп келатқан кезде күйеуің десең деп қарап қалады ғой енді кішкене мә деп. Сонда қараңдаршы, біз деген энергияны қайда бөлеміз? Барып елге көрсетуге бөлеміз да. Сол энергияны Майрагүл дедім, мен бүгін түсіндім. Сол энергияны жаңа айтады ғой, мұсылманда негізі ол Құранда баяғыда жазылып кеткен. Жаңағы әурет жерлердің барлығын жауып, мойныңды көрсетпейсің, шашыңды көрсетпей, жаңағы әдемі жерлеріңді көрсетпей жауып, сыртқа шыққанда тек қана ер адамға үйге көрсету керек дейді да. Сол енді жамылып қалмаймыз ғой бүйтіп, енді әзірге ол осы даму деңгейіміз осы пока. Былай жамылып алғанды тағы да неше түрлі ойлар бар. Бізде қазақтың өзіміздің нелері күйеуге шыққанша 2 бұрым болған. 2 бұрым болатын болған. Сосын күйеуге шыққаннан кейін 2 бұрымды қосады. Қосады. Әжелердің баяғы әжелерді помните, 2 жағын өреді де, сосын осылай ары қарай қосып өреді де, шашуымен өріп қояды. Сонда бірінші 2 бөлек не болып жүрдік те, мысалға шаш көрініп тұрды қазақтың. Құранда шаш туралы кәне айтқан айтып жіберейін, мен оқығанымда. 2 бұрым тұрды, әлі теңін тапқан жоқ. Сосын үйленгеннен кейін екеуі теңін тапты деп шашты былай өреді екен. Және шаш өріліп, бір бұрым болып өріліп, артында тұрса, желкенің тұсына омыртқаның бойымен тұрса, онда ол защита дейді. Ал енді Құранда дейді, бір тал шаш, бір тал шашты қанша ер адам көреді, сонша жағы күнә сенің мойныңа жазылады дейді. Бізде неше шашты, неше ер адам көріп жатыр. Енді Құранда солай жазылған. Бірақ қарасаң, біздің өзіміздің қазақтың дәстүріне қарасаң, қазақта шаштарын солай неткен. Басына бөрік киген, тақия киген шаштары көрініп тұрған, жаппаған олай, сосын атқа мініп шапқан. Енді білмеймін, менің бірінші жүрегім қазақ дейді, содан кейін мұсылманбыз деп ойлаймын да. Ал енді мен орамал туралы айтайын, мен орамалды өзім тақпасам жүре алмайтын болдым. Себебі орамал тақпасам төбем біртүрлі жерім біткен ауырлайды да, энергияны сеземін да, слишком сезімталмын. Соны қасымда ауырып тұрған адам болса, ашушаң адамдар болса, соны алып қоямын өзіме.
сөйтіп тастамайтынмын орамалды. Сосын мен жаңағыдай қасымдағы жұмыстастарым ұрсатын, не жап-жас болып орамал тастамайсың деп. Менің бір орамалым болды, сол орамалды деген бекер өртеп жібердім. Сол орамалды 15 жыл тақтым деп өртеп жібердім. Енді одан кейін басқа орамал таба алмай жүрмін. Басында мен орамал тастағым келмейді. Менің знаменитый не орамалым ғой, жаңа не еді, Народный банктың орамалы, сондай орамал таппай жүрмін. Бүйтіп тағып алған жақсы қыздар негізі макушка жабық тұру керек. Сосын мына кимешекті былай деп айтады. Кимешек тағып алады ғой былай. Сонда айтады, 60-тан асқаннан кейін әжімдері көрінбей бүйтіп тартып тұрсын деп жаңағы тағат деп айтады негізінде да, сөйтіп айтады. Бірақ енді әжімін жасыру үшін киетін көрінеді деп, әдемілігін көрсетіп беттері жылтыраған бәйбішелер бүйтіп ана нені киіп алады екен деп айтады. Сондықтан енді сұлулық жағында айтам деп шашқа келіп қалдық. Бірақ енді негізінде тұрмыс құрғаннан кейін мына орамал мына төбеден түспеу керек. Және жас босанған келіншектер орамал тастамаған жақсы. Орамалды тағалмайын, қисайып кетеді бірдеңе. Бізде косынкалар бар, тағып аласың, тұрады басыңда. Косынкалар бар, ондай резинкіде, арты резинка, былай тағып ала қоясың. Неге? Себебі көбіне түстер көріп, жаңағыдай шошынып, бала шошып сөйтеді. Сонда жас босанған ана орамалды таққан бойда ол қоя қояды. Уже ол тоқтап қалады. Бала шошымайды, жас ана түс көріп, шаршамайды. Себебі 40 күнге дейін есі кіресілі шығасылы 40 күнге дейін әлі ана бала осы дүниелік болмайды деп айтады ғой. Сол кезде мына ана мен бала бір-біріне қатты не ғой. Әйелде әлі жаңағыдай ар жақ пен бер жақтың несінде жүреді ғой. Бір уақытта есің жиып, күшті болып, үйіңді жинап, бәрін үлгересің. Бір уақытта сағат неше, қай күн, нешінші күн, бүгін тұзбен шомылдырам ба, сабын ба, марган сопы ма, ұмытып, есің танып қалады. Bir уақытта есің жиып аласың. Осындай баланы шомылдырғанда коробка болады, осындай коробкада арнаймын да, сол коробканың сыртына календар істеп қоямын. Сол календарымды бүгін сабын, ертең жаңағы не деп, тұз деп бүйтіп белгілеп қоямын. С, Т деп. Әйтпесе уже ұмытасың, кеше немен жуып едім деп тұрасың ғой. Сондықтан жаңағы жас босанған әйел орамалын тастамау керек. Содан кейін ауылдық жерде тұратын әйел адамдар, біз мысалы мына үйде отырмыз ғой. Ауылдық жерде тұратын әйелдер, тем более бұлар жаңағы күл төгуге шығады, қоқыс төгуге шығады. Ұмытып кетпейінші, қыздар қадір түні туралы айтқым келіп отыр. Содан кейін тағы не туалетке барады да, сол кезде әйел дегеннің шашқа жабысады ғой, білесіңдер, шашқа жабысады. Сондықтан ауылда былай жүрмін. Мысалы мен қазір жүрмін, себебі менің туалетім үйде, туалет үйде болған жақсы емес қой, бірақ сонда үйде. Бірақ енді барынша таза ұстаймыз ғой, хлорын жуып, уксусын шашып. Сол ауылдық жерде жалаңбас жүрмеңіздер, ешқандай. Менде бір алыс сіңілім қатты ауырып, эпилепсия болып, соны әрлі-берлі таскать етті. Ол қызымыз 18-ге толғанша ауырды. Сонда ол мамасы неге де қаратты, медицинаға, одан уже дәрісін бере-бере емші кезіп кетті, емшілерге. Сол емшілерге барып, сонда барлығының да айтатыны, бала дейді, баланы босанғаннан кейін, баланы көтеріп, бір қонақтан келе жатқан кезде баланың бетіне ай түскен, және мамасы су басып кеткен дейді. Жаман су басып кеткен дейді. Жаман су басып, мына баламен келе жатқан кезде сол ана балаға түсіп кеткен деп айтқан. Барлығы солай деп айтқан. Альбина, сәлем, қалайсың? Сәлем, Айна. Содан сөйткенде әрлі-берлі жүгірді, емдетті. Содан бір неге барған ғой, бала әулие дегенге барды. Бала әулие қай жақты келген білмеймін. Сол Құлсарыға келген уақытта ана кісі барған кезде айтыпты, бала әулие айтыпты, сіз келіп тұрсыз, бірақ ем қонбайды. Неге? Себебі бұл қыздың әкесі емге сенбей тұр деген. Сәлем қыздар, Жазира, Райгүл қыздар, қалайсыңдар? Қайырлы кеш. Сонда сосын алып келгенде жаңа апа келіп жылаған күйеуіне, сенің кесіріңнен мына баланың мына жасы мындайға келіп қалды, әлі осындай жазылмай жатыр. Өз әкелсін, әкесі деген. Сосын әкесі папасы апарғаннан кейін жазылып кетті жаңа қызымыз. Қазір 3 баласы бар, ұлма қызым, тұқылма. Күшті семья болып кетті. Сонда қарапайым жаңағыдай қазақтың өзінің күнде айтып жүретін нәрсені орындамағаннан болған. Түннің ішінде кішкентай баламен не бар? Түнде баланы негізі шығармайды қазақта. Себебі бала незащищенный оған жаңағы шылар әсер ете алады ғой балаға. Содан кейін
мүмкін сол уақытта жаңағы кісі күйеуімен ұрысып келе жатты ма, бір әйел адам негатив сезімге кіріп кеткен кезде бала қорғансыз қалып қалады, беззащитный болып қалады. Сондықтан жаңа әдемілік туралы басында айтып кеттік, мен не істегенім жаңа. Сол айнаның алдында тұрып шашымды тарадым. Сосын ой неткен кірпік деп кірпігімді боядым, соңғы кірпік бояғандікі ғой. Кірпігімді боядым. Анау ол деген бояуда емес, менің бір өзімнің інімнің қызы звондады, оның жасы 11-де ме, сондай 11-12-де. Сол маған звондады: Майрагүл апа, мен кастингке барып едім, мен қабылдады, агентствоға қабылдап тұр, модельный агентствоға. Соған мен енді не тапсыруым керек дейді да, жаңа актерский тапсыруым керек, не істеймін, маған күлу жылау туралы айтшы дейді. Сонда мен оны түсіндіріп үйретіп жатырмын да, үйретіп жаттым. Сосын бардым да, кәдімгі мен қазір дедім, түрім қазір сен телефонмен хабарласып, мен қазір мамамын дедім. Мен қазір үйде жүрген мамамын, енді мен қазір саған жаңағы кішкене одан сәл жасырақ қыздың рөліне кірейін дедім. Жүр дедім. Жүр деген жоқ, мен былай камерамен келе жатырмын, осылай өзіме ұстап тұрдым, айнаның алдына бардым да, бетімді кішкене тоналка ештеңе жаққан жоқпын, бетімді былай сумен нетіп жібердім. Сосын қасымды кішкене неттім, корректировать етіп бүйтіп бояп, сосын сәл көзімнің несіне бүйтіп не жақтым да, подводка салдым, все, ернімді боядым. Сосын қарадым, Назерке деймін да, Назерке қарашы дедім, мен бетіме қазір тоналка жаққанымды көрдің ба дедім. Жоқ дейді. Неге мен қазір, сен байқадың ба мен ағарып кеткенім дедім. Я деді. Не істедім? Мен қазір боянған кезде, жігітім келіп жатыр тамақ беретін, мен боянған кезде мен қазір бір жерге тойға бара жатырмын деп ойладым. Сол кезде анау көзіме тойға бара сол нені кірген кезде менің түрім өзгерді. Ал сен көрсең дедім, Назерке, өзің көріп тұрсың ғой, мен сонда жасағаным бір карандаш, чуть-чуть мына жерге коричневый тень, и чуть-чуть мына жерде қасты бір аз үстісіне кішкене бет жаңағыдай помадковый нені жақтым, чуть-чуть ерін боядым, болды. А бетім өзі ағарып кетті. Неге? Мен сондай состояниеге кірдім. Содан кейін енді күлш, жылашы деп жатыр. Сосын енді мен айтамын, не жылайын ба, жыла дейді. Не жылайын ба деймін, жылайын. Сосын жыладым. Жыладым, Майрагүл апай жыламашы, бәрі жақсы болады дейді. Мен де өзің жыла деген ғой, мен жылап жатырмын ғой деп. Содан көрдіңіз бе, ол әдемілік деген ол просто краска де емес, әдемілік мына жаққан тушта жағылған тенде емес. Әдемілік деген біздің ойымыз, біздің әдемі ойымыз. Мен сонда ойладым, не істеп жүрмін, жаңағы не күтіп, кәріңнің біткенін күтіп, не істеп жүріп, қойшы тіпті әдемі болайыншы деп өйстіп айнаға қарап, жаңағы шашым тарап, аздап жағы не жақтым, туш жақтым. Сонда көрдіңіз бе, адамның ішіндегі, мен айттым, өзім айттым, Майрагүл, сен өзің не бүгіндікке кешеден бері өзіңді жаңағы мұсылманшылықты, құлшылықты бәрін жасап жатырсың, неге сен өзіңді мақтамайсың? Давай бүгін жаңағы сені мақтайық деп мен өзіммен жұмыс жасадым. Қазір қыздар кішкене чуть-чуть 15 минут отырамын, содан кейін бір тамағын беруім керек. Содан әдемілік деген сол, әдемілік деген біздің әдемі ойымыз, қыздар. Сұлулық деген әдемі. Балам ертең жұмысқа баратын. Айна, балаң аман есен жұмысына қосылып кетсін, аман есен жүрген жерде олжалы болсын, әрбір басқан қадамына гүл бітсін. Ең бастысы балаң халыққа қызмет етейін, халыққа жақсылық жасайын деп жасасын. Мына миллионер болу деген, миллион адамға пайда келтірейінші десең, сенің пайда келтірейін деген жасаған өнімің ба, жасаған қызметің ба, миллион адам бір теңгеден берсе, миллионер болып шыға келеді любой адам. Балаң тек қана үйін, сені ғана, өзін ғана асырайтын емес, елін асырайтын мықты азамат болып кетсін. Амин. Қазір періштелер толып жүр ғой, сөйтіп кетсін. Ер азаматты қыздар, бір ғана нәрсе, мен алдында бір эфирімде айтқан екенмін, жаңа кеше ютубқа салып жатсам, мен кәдімгі тіредім, Аллах тағалам, ер азаматым, мен нені видеоны салам, осы неге парақшама салам. Алла, ер азаматым именно өзінің қолынан келетін, халыққа қызмет ететіндей жерге тап болсыншы дегенде, оны бір жаңа қазір айтпай қойын, ертең бір үлкен іс болайын деп тұр, сол үшін шақыртты сол жерге, ол жерге барып жұмысқа кіріп, именно карантиннің уақытында онлайн жұмыс жасайтындай ниеттіме салам. Кәдімгідей астына жасаған тілегімді барлығын. Аллаға шүкір, ойлап қарасам, мен екеуміз бірге жүргелі, бас қосқалы
кәдімгідей азаматтың әрбір жасаған несі халық үшін екен. Мен жаңа мына жерде шкафымды жинап, ескі киімдерді, бер жіберетін киімдерді шығарып, қыс киімдердің барлығын бүктеген кезде мен 2011 жылға жаңағы не болды ғой, Азияда ма, Спартакиада ма болды ғой, соған алауды ұстап жүрген екен да. YouTube канал бар. Майрагуль Буркитова деп терсең шығады YouTube. Комментарийлер жіберейін. Сол былай қараса неге де вообще республиканский неде жүреді көбіне. Сосын ойлап қоймын, сол кезде мен мен де жаңағы өнер адамымын ғой. Қазір жазып берейін, YouTube. Мен де өнер адамымын ғой. Неге мен жаңағы мен неге халықтың алдына шықпаймын деп қызғанбаған екенмін шындығында. Тек осы ер азаматымның алға түссе болды деп қуана бергенмін. Аллаға шүкір. Одан жаман болмаймыз. Мен қазір жазып берейін. Буркитова. YouTube канал Буркитова Майрагүл деп терсең шығады, Сол жаңа баланы да бала жұмысқа тұру керек болса, күйеуің жұмысқа тұру керек па, кім жұмысқа, өзің де тұрғың келе ма, тек Аллаға бетіңді бұр да, намаз оқысаң да оқымасаң да жаңағы бар ғой, истихара дейді ғой, дұғасын оқып, 2 ракағат намазымды оқып, Аллах тағала, мен осы жүргенде тап қазір мен жаңағы нетіп жүрмін, екі ойлы болып жүр. Мен осы сіздермен жұмыс жасай берем бе, әлде өзімнің театрыма оралам ба? Театрға оралғанда қалай болады? Мен сіздермен жұмыс жасай алам ба театрға оралсам? Екінші ұл мектепке қосайын деп жатыр. Соны мен баланы сабақ оқыта алам ба? Мен жұмыс жасап жүріп, үйде семьямның, балдардың жағдайы қалай болады? Соны ойлап жүрмін. Осы жүргенде мен Алладан тілеп жүрмін, Аллах тағалам бір жолын көрсете көр. Мен егер театрға жұмысқа қосылуым керек болса, оны да көрсет. Егер осылай жұмыс жалғастыруым керек болса, оны да көрсет деп Алладан тілеп жатырмын. Енді карантин әумин арайлым, пайдалы ақпарат, бүгінгі ақпарат пайдалы болды ма? Мен қазір ұзақ отырмайын, ер азаматым күтіп қалмасын. Негізінде бүгін өте ауыр жұмыс істеді, өте ауыр жұмыс жасады. Аузымды ашып жіберем шығар деп нетіп еді, ашпаған сияқты. Қара енді, қара деп жаңағыда ашпаған жақсы ғой дегендей қылып нетіп тұрдым. Ашпаған сияқты. Аузы бекеулі сияқты. Енді ашқан уақытта ашқан жер, тамаққа келді ғой. Енді мен қадір түні туралы бір полезный информация айтып жіберейін. Негізінде кеше қадір түні өтіп кетті, есептеу бойынша кеше қадір түні өтіп кетті. Бірақ қыздар, соңғы 10 күнде деп айтылған. Соңғы 10 күнде жасырылған деп айтылады. Сондықтан қыздар, егер кім кеше қадір түнде отыра алмай қалған болса, қадір түнде мүмкіндік болмаса, ораза біткенше түнде отыра беріңдер. Себебі қыздар, 10 күннің біреуінде жасырылған. Ол точно сол 27-ші күн ба, сол белгісіз. Сондықтан соңғы күндерді босқа жібермей, түннің ішінде бүкіл оқитын сүрелеріңізді оқып, тілектеріңізді айтқаннан гөрі қыздар, дәптер алыңыздар, жазыңыз. Мақсаттар жазыңыз, тілектер жазыңыз. Неше балаңыз бар, сол қанша балаңызға не керек? Ол баланың қандай болғанын қалайсың? Қандай арманың бар? Және ұмытпаңыз, Аллах тағалам, мен осылай болғанын қалаймын, бірақ сен өзің білесің ғой. Аллах тағала негізі, біз миымыз өте шектеулі ғой. Біз өте анадай не ойлаймыз? Бергені, бірақ Алла тағаладан біз тілейміз ғой, берген еш отшы болады ғой. Біз өзіміздің жанымызды қинап барып бірдеңе табатын сияқты қылып ойлаймыз. Жан қиналмай бере салады Аллах тағала көп нәрсені. Чудо дейтініміз сол ғой. Біз до конца Аллаға сенбейміз негізінде. Алланың өзі кешірсін. Сонда, жаным, бір кішкентай қыз кірді. Помахать. Кішкентай бөпе келін кірді. Қалайсың, жаным? Бөпе келін кірді, кішкентай. Мен кішкентай бөпе келін деп жүрсем, мамасы вообще бөпе екен. Менің двоюродный сіңілілерім, папамның інісінің қызының кластасының қызы болып шықты. Жаным, қалайсың? Күндерің жақындап жатқан шығар. Сол
Аллах тағала өзі біледі ғой. Сондықтан бірақ сіз жазыңыз, ниет ету. Жаңағы Шамиль Әләудиновтен тыңдағанда былай дейді: Аллах тағалам мен беремін дейді, бірақ сен бірінші өзің көр және маған көрсет дейді екен. Ты сам сначала увидь деп айтады екен. Мысалға маған элементарында маған не керек, зарядное устройство керек па, сатып алу керек. Мен осындай зарядное устройство керек па, әлде мынадай керек па? И соны сен мысалға визуализация жасап, көріп қалсаң магазиннен, маған мынадай керек деп, осындай алу керек десең, сен уже Аллах тағала заказ беріп жатырсың мынандай нәрсеге. Сен өзің бірінші көр не керек екенін, сосын Аллах тағала саған ыңғайлысын береді. Сондықтан көлік керек па, үлкен үй керек па, жұмыс керек па, не керек, қандай жақсылық керек, соның барлығын прямо дәптерге алып, осы шақта жазып қойыңыздар. Дәптерге жазыңыздар, арман жазыңыздар, мақсат жазыңыздар, қыздар. Содан кейін жалқауланып жүрсің ба, Аллах тағала маған еңбекқорлық бере гөр. Егер де сіз ызаққор болып жүрсің, Аллах тағалам жүрегіме махаббат бер. Егер сіз тағы қандай бір жаман әдеттен арыла алмай жүрсің ба, өзіңді сол үшін ішінен ұрсып жүрсің ба, сол жақсы нәрсені сұрап, прямо соған дейін, мелочқа дейін жазыңдар, бәтеңкенің бауына дейін сұрайды дейді. Сондықтан даже қыздар, өзімізге жақсы қасиет сұрайық. Сол Алланың бір есімін алып прямо жаза беріңдер, есім жазыңдар. Мысалға Ар-Рахман, 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 болмаса Я Раззақ, Я Раззақ, Я Раззақ, Я Уакил, Я Уакил, Я Уакил. Қандай есім? Я Фаттах, Я Фаттах. Есім жазыңыздар. Прямо жазған. Луиза Хей, осы сөз осымен құлағыма келе береді. Луиза Хей айтқан дейді да: адамдар білсе ғой жазудың қасиетін, таңертеңнен кешке дейін отырып алып жазар еді деп айтады дейді. Ол бірнеше жасқа келіп айтты ғой. Сондықтан жазған, оқыған, біз нейробиология бар ғой, нейро деп теріңдерші, ол нейро мидың қызметі, ол көру керек, өзі жазу керек. Мысалға бірдеңені осылай бүйтіп жасасаң, содан кейін бірдеңе келеді десе, Аллаға серік қосып жатыр деп қорқады ғой адамдар. Бұл деген даже таспихта да осылай нетеді да. Бір нәрсе, біздің миымыз соны жасағанда, мен қазір мына жіпті 7 рет айналдырсам, әлемде тыныштық орнайды десем, мен әлемде тыныштық орнағаны былай жасап жатқанда көзіме елестеп жатады. 7 рет айналдым, мен осылай бір действие жасадым, значит, әлемге бір тыныштық орнайды деп мен сеніп қаламын ғой. Біздің миымыз сенген кезде мида бір қандай тоқ соғады ғой, импульс болады екен, фейерверк соқты дейік. Ол деген жолын арқылы сенген бойда, жолын арқылы келіп, импульс жүректің тұсына келгенде өзгереді екен. Мысалға тоқ, мына жерден келіп тұрған тоқ высокий тоқ қой, столбада тұрған тоққа сен сотканың мына жерін барып тегіші, соткаң жарылып өртеніп кетеді, потому что высоковольтный тоқтың несі бөлек. Ол біздің үйге келгенде через трансформатор келеді. Через трансформатор и то қыздар тоққа тікелей. Мына трансформатордан кейін блок питаниеден кейін тоқ біздің жаңағы телефонға қосылады. Сол сияқты біздің телефонымызға мындай шектеулі жаңағы миымызға неткенше, мына жерде мысалы қарашы, мынау миды еге, осылай бір эфирде мен оны салған жоқпын, ютубқа бір неде айтқан, мысалға мынау бар ғой, біздің миымыздағы ой. Мына жерден Аллахтан үлкен мүмкіндіктер келеді. Мынау біздің миымыз, ми блок питание. Блок питание, мына жерде жүректің тұсында, мына жерде телефон зарядталу керек. Мидағы ой толық сенгеннен кейін ол төмен қарай түседі екен. Сол мына жерге келген уақытта, мына жердегі мынаған келіп тұрған тоқ бөлек, телефонға келіп тұрған тоқ бөлек. Мына жердегі тоқты сразу телефонға қосса, телефон жарылып кетеді. Мына тоқ, телефонға келгенше өзгереді ғой. Өзгерді ғой есі. Вольт, ватт дейді ғой, солар өзгерді ғой. Сол сияқты жазған нәрсені ми бірнеше рет жазыңыз, және именно бір нәрсені қатты ойлап жүрсең, соны жазыңыз. Бірақ соған қатып қалмаңыз. Мен Алладан именно әппақ зарядка сұрадым, тап осындай деп қатып қалмаңдар. Аллах тағала мүмкін серый сыйлайтын шығар. Мысалға мен туп айтып отырмын да, зарядкамен айтып отырмын, потому что бізге зарядка деген дым емес қой. Бізге керегі жүректің тыныштығы, ер азаматымыздың абыройы, балдардың денсаулығы, жақсы жерде, жақсы абыройлы жерде жүру. Ұйқыда қорылдың психосоматикасы бар ма? Ұйқы, қорыл деген услышь меня деген дейді. Услышь меня.
сен мысалы күйеуімізді біз тыңдағымыз келмейді, олар тыңдағымыз келмейді шынымен де, потому что олар деген так долго айтады бір нәрсені, ер адамның жаңағы логикасымен біздің эмоциямызды көтере алмайды да. Сонда да иә ана тыңдап отырамын да, бір ойы бар ма, сол ойы міндетті түрде орындалсыншы деп тілеп қарап отырамын, потому что оның айтып жатқан сөздерін ұзақ тыңдай алмаймын. Бізді олар ұзақ тыңдай алмайды. Біздің жаңағы женщина из Венеры, мужчина из Марса деп айтады ғой. Сондықтан жаңағы қорылдағанда, ер адам қорылдасын, басқа қорылдасын, мені ешкім айтқанымды естімейді, мені ешкім тыңдамайды деген адам түнде қорылдайды екен дейді да, шығарады екен деп. Сосын тағы бір айтатын, семіздіктен мына нетеді деп айтады ғой, жүректен, семіздіктен деп айтады. Психосоматикасын жаңағыдай естідім. Вот сондықтан қадір түні өтіп кетті деп ұйықтап қалдым деп өзіңді өзің кінәлап жүрсеңдер, қыздар, кейбір сондай жағдай болса, соңғы 10 күнде түнімен зарядканы, сол зарядканы айтқанды сол ғой. Мына бүйтеді де, мидағы ой, біз мидағы бір нәрсені аффирмация айт дейтін себебі, мысалға сен мен бір үй алғым келеді дейсің да, үй алғым келеді. Бұл үй алу қайда? Оған осындай ақша керек қой, ол үшін бүйту керек қой, оның алдында ананы сөйтіп алу керек қой, жаңағы сөйтіп алу керек қой, бүйтіп алу керек қой дейміз ғой, мына жерге. Соны жаңағы сен үй керек, үй болсын, үйдегі уже көзіңді жаңағы сол әдемі үйге көзің сенгеннен кейін, сенген бойда тоқ импульс былай жолын арқылы жүректің тұсына келеді екен. Ол мына блок питаниеден басқа энергия өтеді мына жерге. Мына жердегі сотка зарядталады да, мынаған келген уақытта орындалады екен, представляете? Қатып қалмаңдар қыздар, қатып қалмаңдар. Мәссаған дәл түсінсе рахмет сізге да. Енді ол мен емес қой айтып жатқан, адамдардан естіп қалдым, маған почему-то сол керек болып қалды да, есімде қалып қойды. Қатып қалмаңдар қыздар, потому что ол қырсықпаңдар, гибкий болыңдар, гибкий, өмірде де гибкий болыңдар, ойша да гибкий болыңдар. Мысалға сен зонтик алып шықтың, жаңбыр жоғыма, зонтик неге алып шықтың, жаңбыр заңы, зато не күннің астында келдім деп, енді өзгерте салыңдар да бір нәрсені. Или болмаса зонтиксіз шығып қалдың, жаңбырдың астында алып қойдың, зато менің Алланың нұрына шомылып отырмын. Өзгере салыңдар, өзгере салыңдар. Мысалға бүйтті ма, мысалға далаға шықтың, топырақ борап жатыр, сен мына жерден келіп бір машина шалшықты, ұзақ отырып қойдым, уже мен іздеп жатыр, шалшықты үстіңе шашып кетті де, еще шаң үстіне қонып қалды ма, олжа мәз, қанша миллион ақша үстеме жабысып қалды. Оңбаған, анау жаңағы несі, мынау мына күннің нашарына бір мына шаңды да тісіме де бетімде де білдірді, анау да демеңдер. Позитив вообще. Нетті ма? Су шашып кетті ма? Балшық жасып қалды ма? Олжа. Сөйтіңдер, олжа. Енді позитив болғанда, қатты позитивте мен күліп жүре берем, я деп жүре беруге болмайды. Кейде ойланып, бүйтіп сабырға түсіп ойлану керек болады. Мысалға, сен мына жерде балаң бір жерге құлап, мұрын қанап жатса, классно. Значит деген не, бірдеңе күшті бір мұрнынан қан кетіп жатыр, значит жаңағы садақаның орнына ол сөйткен бірдеңе қумайсың ғой, сен ол кезде сен басқаша боласың, ойланасың. Балам неге құлап қалды? Неге балам мұрнынан қан ағып жатыр? Неге? Мүмкін мен Аллах Тағалаға ұнамайтын бірдеңе жасап қойдым ба? Мен қашан артық сөйледім? Мен қашан жаман ойладым? Алла өзін кешіре ғой. Уақыттандай тоже махаббатқа, Аллаға деген махаббатты, Аллаға рахмет, осындай мені жай ғана балам құлап, мұрнын қанап көрсетіп жатқанына, баламның аман қалғанына шүкір. Осылай позитив қыламыз, Так, красивая женщина дейді. Сама такая. Керемет, рух мықты болу керек дейді, сондайда. Рух деген ол Алла береді, мықтылықты Алла береді. Поэтому Аллаға сыйына берейік, мен енді жігітіме тамақ берейін, жақсылап. Сендерді қимай отырмын. Енді білмеймін қалай қалатынымды, мына карантин, мен сіздермен жұмыс жасап, шығып жүгіріп сөйтуге мен бастайын, бұйырса 20 ертең пятница күні сабағымыз бітеді ғой, мен жүгіруді бастаймын. Енді мен ойлап отырмын, мен осы парақшада жүгірсем, жүгірген адам жүгіреді, жүгірмеген адам қарап, жүгіріп жүр, қашан жүгіремін деп жүгір деп жаңағыдай ұйықтап қалмай, бірге жүгіретін адам болса, мен басқа парақшаға нетіп,
жаңағы символический бір ақшаға, басқа бір ақшаға жұмыс істейді деп ойлап тұрмын. Жүгіру, сосын дыхательное упражнение. Біз қазір үйде отырмыз, жүгірмесең де, мысалы бізде қазір энергия керек. Энергияны біз үйде тапжылмай отырып, жаңағы жер үйі барлар рахатқа суды шашып беріп, сыпырып, аулада сиыр бар, қой бар, сен карантин деп отырмайсың, малды рахат қой, аулада сөйтіп не түн ішінде не қылып отырсың. Сол нетіп отырмын кішкене. Ауырып отырмын деймін ба. Сендерді сағынып шыққаным ғой, сәті түсіп деймін ба. Сол ана не істесе ол энергия алып үйрену керек. Энергия ол неден қылымдағанда болып жүрмін, 3 күн болды. Не үшін ол? Алия, тамақ деген нәрсе ол бас пен денені нетіп тұр, жалғап тұр. Сондықтан нені дене басқа бас бір нәрсе ойлап жүр, дене басқа нәрсе жасап жүр. Екеуі бір-біріне қосылу керек. Поэтому жүректі тыңдап, соны жасаңыз, соны жасаңыз. Сосын обида, айтылмай қалған сөздер, сол ғой мына жерде обида нетіп қалады. Адамның бәріне жақсылық тілеңіз. Бүкіл адамдардың бәріне ойша сыйлық сыйлап шығыңыз. Мен жаңа лайк туралы еттім ғой, сол лайк туралы мен не жазам? Енді лайкты қойғыштар неге қоятын туралы жазам да, сосын эфирде айтам, хорошо? Лайк туралы. Не зря мен андай әдейі салдым. Бұл лайк деген нәрсе, лайк басу, комментарий жазу деген ол жүректі ашатын нәрсе. Ойша подарок жасайтын сияқты ол нәрсе, ол кәдімгідей мықты әсер етеді адамның өміріне. Сондықтан тығылмай, нетпей, лайк басып, комментарий жазып, нетіп жүріңіздер, және мен жерде бір не көріп қалып едім, қылғындырып айттым, түн ішінде не қылып отырсың. Сол так бір күйеуіңіз разы болғаныңыз бізді қой. Дұрыс айтасың, енді мамасының қолында шай ішсін да кішкене. Мамасы мәз болып, ана осылай мен бос болмасам, мама шай беріп сөйтсе рахаттанады әйел адам. Мы же любим служить. Поэтому мамадай сөйтіп андай кейде мен шаршап ұйықтап қалсам, балдарға тамақ бердім, мен ана балдар тоқ бірдеңе деп, рахмет кәдімгідей. Балдар тоқ қылып қойдым деп. Мария ханым, қалай медитация кіруге болады, кімді ұсынар едіңіз? Медитация қалай кіруге болады, кімді ұсынар едіңіз? Кімді ұсынар едіңіз дейсің ба? Медитацияға мен біреуді ұсына алмаймын, Мен сіздерге бірден айтайын, медитацияға карантиннің уақытында дауысы шыққан медитацияға кірмей-ақ қойыңдар. Любой адам басында қорқынышпен, беспокойство, мазасыздық бар. Соған кірмей-ақ қойыңдар. Медитация қазақша айта алмаймын, орысша. Қазір мен жазып қойайын, жіберейінші сендерге. Бедеген так. Луиза Хей. Қалай еді? Бірдеңе внутреннего ребенка деген ұмытып қалдым, Қалай еді? Лечение емес. Бірдеңе внутренний ребенок дептер ғой, Ваната болып кетті. Қате кетеді, что-то өшірілмейді бет жазып отқан кезде. Почему-то. Внутренний ребенок деп қойыншы, Қате кетті, внутренний кетті, Сол внутренний Луиза Хей, сонда суретте бар ғой, не тұрады? Күн түсіп тұрады, и ана ютубта ашып қалғанда Луиза Хей медитация внутренний ребенок деген, күн шығып тұрады, сосын талмен күн шығып тұрған сияқты не бар, картина бар. Соған кіріп, соны жасаш, сол жақсы. Ютубта ол. Дене сүйектер ауру неден дене сүйек ата-баба. Оң жақ па, сол жақ па анықта. Оң жақ болса әке жақ, сол жақ болса ана жақ. Ол Аллах тағаладан өз жұртым, қайын жұртым, нағашы жұртым үшін Аллах тағала жаңағы соларды кешіре көр деп, оны біз нетпейміз, біз Құран оқимыз, Аллах тағала өзі соны реттейді деген немен Құран оқу керек. Депрессияға көп түсем, сақтаңызшы, депрессияға көп түсем. Депрессияға көп түсу деген сөз, мақсат жоқ сенде, мақсатың дұрыс қойылмаған, сондай адамдар депрессияға көп түседі. Сосын депрессияға не үшін түсеміз? Менің айтқаным болмай қалды. Баяғыда мені біреу сөйтті, баяғыда бүйтті. Бұрынғы мен өмір сүру,
баяғыда солай не получилось деген, болмаса болашақта бір күні бірдеңеге жетем, бір күні болашақта байым, бір күні жоқ, мына өзіңді өзің қолға алып бүгінгі күн әсер етіп, бүгін міне байлық керек па тұрда, тазалық, иман, денсаулық барлығы, байлық барлығы бір нәрсе ғой, ол қимыл, қозғалыс. Жатқан жерде жамандық жиналады, сондықтан тұрып кәдімгідей. Если тебе плохо, попрыгай как, хотя бы прыгай как кузнечик дегенді естіп қалдым мен. Қуама секіргенде бар? Нет, наоборот, секіргенде. Вот депрессияға көп түсесің бе? Депрессияға түсіп баратсың ба? Бетің депрессияда бүйтіп тұра берсің депрессияда. Бірақ езіңді итте, сосын 10 рет, 15 рет отырып тұр. Депрессиядан атып шығасың. Почему? Потому что ми иткенде ойлайды, күліп жатыр деп ойлайды да, жақсы гормон бөле бастайды. Қанда отырып тұрып айналған кезде, қан мына жүрекке, миға қан качать еткен кезде жұмыс жасайды. Көтеру керек. Сен мына рухани Аллаға сыйынып өзің энергия құя алмайтын болсаң, сен мына төменгі чакрамен жұмыс жасап, қимыл қозғалыспен мына бүйтіп беріп көтеруге болады. Ал толық Аллаға сыйынған кезде барлық чакра, енді чакра деп сөйлеуге тура келеді, себебі көп интересоваться етесіздер. Сіздермен чакраны баяғыда 97 жылы, 2000 жылдарды мен чакраны бір кітаптан қарап, сол йогамен айналысқан кезде изучить еткен. Маған қазір чакра керек емес, сіздер сұрағаннан кейін мен айтамын да, қазір сол чакра туралы әңгіме. Ол сол үшін айтамын, а так негізі чакра деген нәрсе просто білу керек и все. Мысалы біз мына жерімізде асқазан бар, мына жерде жүрек, мына жерде өкпе бар, білеміз да, бірақ соншама вникать етіп, мына жерінде өкпем не, мен мына су ішкенде өкпеме барды ма, жүрегіме барды ма, контроль жасап басымызды ашытпаймын, миымызды ашытпаймыз. Сол сияқты чакраға да ми ашытып керек емес. Аллаға сыйынып нетсең, уже толық тазарғаннан кейін сезіп тұрасың. Мына жер даже тырмық деген дауыс шығады ғой, жүректің тұсынан дауыс шығады ғой, даже намаздың уақытында Аллаға сыйынғанда мына жер кәдімгідей қырғып деп қозғалады ғой кәдімгі. Соған дейін жетесің. Аллаға сыйынсаң, сақтаңыз эфирді, окей. Сол қанша уақыт өтті екен? 41 минут өткен екен. Сол ең бастысы жақсы ой, сосын қозғалыс, міндетті түрде медитация деген, ол беспокойный умды нету. Негізінде бірінші медитацияға жету үшін бірінші қимыл қозғалыс. Жаңа мен бастап айтып жаттым ғой, дыхательное упражнение. Мына терең демала алмайсыз, мысалы мен деп демалғанда мына жерімнен өтпейтін, қанша нетсем де көкірегімнен бір нәрсе жібермей тұрады дейді, сол мына чакрада блокированный ғой. Терең демалыңыз, терең демала алмайсың. Сол терең дем керек болса, сен терең демді қай уақытта аласың? Мұрынды қысып отыршы, неше қанша уақыт отыра алады екенсің. Вот деп аласың терең демді. Ал оны былай отырмай-ақ жақсы нәрсе жасауға болады, миға нетуге болады. Оны былай қыласың, қазір естіліп қалмаймын, қандай қайық болады. В общем, бітесің. Демді резко алып, резко шығарасың. Прямо қатты шығу керек, стрельникованың несінде бар. Бас айнала бастайды, ошандай кислород бар ғой, көп. Сонда деген нетіп қаласыз. Басың айналады, тоқтай қоясың да. Алдың, тоқтап, шығарып тоқтап, алып, тоқтап, сондай, сосын да ұру керек, денені ұрып, ұятып, денені жеркені ұрып, кеуденім арқан бәліғым ұрғасың кәдімгідей. Ұрып, қайтадан, мананы қайтадан жасайсың. Дыханияны қайтадан жасайсың. Қатты. Соны денен қолмен тұрып жасайсың, содан кейін барып қайтадан терең демаласың. Мен уже кішкене жасадым, уже рахаттанып қалдым. Мына жердің барлығы энергия только былай келеді. Осындай жұмыстар жасағым келеді сіздермен бұйырса. 25-інде осы мектеп, садик деп, мектепті аяқтап алайықшы. Содан кейін барып жетем өзіме қазір. Солай, қыздар, сондай. Мына Раяпа залға жүгіру деп айта береді. Ол кісі неше жасқа келді? Біледі Раяпа. Сол движение жизньде, здоровом теле, здоровый дух деп қатысып болған қызымды ойлап жылай беремін. Сестра үшін қалай жаным ау,
білесің ба, мен айтып жіберейін саған, иә, мен бөпесі қайтқан екі адаммен сөйлестім былтыр. Біреуінің бөпесі біреудің бөпесі 6 жасқа келгенде ма қайтқан. Раяпа кірді да, Раяпаны эфирге шақырып едім, келмеді, потому что айналасы не шығар, балдар ұйықтап жатқан шығар. Ей, жаным, Раяпа. Болды, бітті, мен уже все, мен өйстіп қаламын деймін ба. Мен осындай Раяпа кіргенде өйстіп қаламын. Раяпа, біз сізді қатты жақсы көреміз, сіз 1000 жасаңыз, сіз миллион жыл жасаңыз, біз сізді қатты жақсы көреміз, біз сізге бас иеміз, так вас любим. Прям сіздің әрбір сөзіңіз, әрбір даусыңыз, Раяпаның дауысын тыңдасақ, үй жинап кетеміз, иә қыздар, иә, Раяпаның дауысын тыңдасақ, үйіміз жинап, жалтыратып жуып, яха деп кетеміз, иә. Құралайдың дауысын естісек, жаңағы нетеміз, байлық, 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 мына жерде тұрсам байлық болады, мына жерде байлық болады. Эфирге шақырдым, Раяпа нетіп жатыр ау деймін, болмай тұр ау деймін, жаңағы айналасында тыныштық керек ау деймін. Отклонила Раяпа. Раяпа отклонила, біз жарық жерге шығыңызшы, Раяпа, бір жерге шығыңызшы, свиданиеге шақырайық сізді, қыздар көргісі келіп жатыр. Гүлжан ханым Кетуова, я саспаңдар деп Раяпа. Раяпа, мен шындығын айтайын, иә, ұстаз дейді ғой, мен өмір бойы ұстаз деп келдім. Мен ана адамды ұстаз қылғым келді, мына адамды ұстаз қылғым келді. Осы Раяпаны мен саспаңдар, бір сөзі, Раяпаның бір сөзі, мен негізінде келесіде, окей, хорошо. Раяпаның бір сөзі мен деген, бір сөзі мені осындай Майрагүлге айналдырды. Bir сөзі, саспаңдар, сен ешкімнен кем емессің, ешкім сенен артық емес, барлығымыз бірдейміз деп. Мен өзімді біреуден артық санаған кездерім болды. Мен біреуден пока мен қайда мына балдармен тұрғанда не істей аламын деп өзімді әлі қайда, мен әлі бірдеңе жасағанша, мына балдар өскенше мен мына балдарды тастап кете алмаймын деген сондай бір өзімше сондай бір отырдым. Үйде отырған декреттегі әйел болып, Раяпаның бір сөзі прямо мені деген атып тұрдым. Содан атып тұрдым да, мен атып тұрдым да жыладым. Осы сөз керек еді маған, осы сөз керек еді деп кәдімгідей жаңағы сізде керемет, рахмет, рахмет. Раяпадан үйреніп жатырмын деймін ба. Шындығында қыздар, мына мен пост салуға бір сурет дайындап қойдым. Мына YouTube, Facebook, тағы жаңағы мынадай әлеуметтік желі адамның өмірін құртатын, адамның жаңағы уақытын алатын деп айтады ғой, негізінде зло деп та, прокрастинация деп айтады да. На самом деле бізге бұл әлеуметтік желі көп жақсылық әкеліп жатыр. Қаншама отбасы түзеліп жатыр. Қыздар, маған кешегі маған несі, міне өлсең де қалады деген қыздар, бір сөз бізге кәдімгідей шегедей болып қадалып, бізді деген жоғарыға көтерген. Бір сөз адамды өсіреді, бір сөз адамды өлтіреді. Сол кеше бір қызым деген былай дейді да, мен енді айта берейін эфирде, дейді да, Майрагүл, мен күйеуім айтады дейді да, мына Майрагүл мен Құралай екеуі бірдей айтады деп. Құралай деген шетелден оқыған, Майрагүл ондай оқығанмын деп айтпайды. Неге деп? Құралай айтады, потому что ол действительно оқыды, бірақ Құралайдың да қанында, Майрагүлдің де қанында, Раяпаның да қанында, және қаншама мына халыққа осылай шығып Аллах тағала айтқызып қойғанның барлығының қанында мы копируем кого-то. Прошлый біздің ата бабамыздың біреуді копировать етіп, соның информация, айтамын ғой қыздар, информация ауада, білім ауада, білім действительно ауада. Ойлансаң өзі келе береді. Раяпа да айтады ғой, мен баяғыда білмеймін, психологияны білмегенде, бала кезімде сөйткен екенмін, келін кезімде бүйткен екенмін, кейін кітаптардан оқыған кезде мен мысалға, менде бір кітап, бір не ондай көп неткен жоқ. Мен Мағжан Жұмабаевты оқыдым, педагогикалық психология дегенді оқыдым, бірақ мен ата әжеден көрген білген жинайсың ғой. Сонда мен ең бірінші осы былтыр емес, алдыңғы жылы ма, былтыр ма, Тұрсыновты тыңдаған кезде, дұрыс жасап жүр екенмін ғой, дұрыс жасап жүрген екенмін ғой. Білмей жасайсың. Неге?
қыздар. Сонда енді жаңағы мен сіздер мақтанып отқан жоқ, мен всегда анализ жасаймын, всегда анализ жасап отырамын. Жаңағы құралай қалай жетті мына уақыт, құралай мынадай қалай жетті, Аллах тағала жеткізді. Неге? Себебі құралайдың ниеті ақ, оның ниеті ақ. Рая апа қалай эфирге осылай шығып отыр? Рая апаға мысалға мына эфир керек не үшін? Махаббатын шығару үшін. Рая апаға бұл эфир баю үшін керек емес, байлықты Аллах тағала итак былай беріп жатыр, иә. Көп нәрсені қыздар қай-қайсыңыз да білмей жасадыңыз. Қараңыз, иә, именно осы жаңағы әлеуметтік желі, әлеуметтік желіден прикол, өлім, жетім, жаңағы агрессия, прикол қарап отқан жоқсыздар. Осы мына әлеуметтік желіні өзіңізді дамытуға ғана пайдаланып отырған қыздардың барлығы избранные. Именно сіздің жаңағы 14 ата бар ғой, 14 атаның ішінде 14 атадан ата сол мына өз әулетті тазартып, әулетті ағарту үшін сізді таңдап тұр. Именно сізді. Неге именно сіздің апаңыз, неге именно сіздің ағаңыз, неге именно сіздің жаңағы сіңліңіз болмаса ініңіз сіз сияқты емес? Қазір сіз белая ворона, сен қумаш, не айтып кеттік, сондай неде жүр, қай-қайсыңыз солай жүрсіздер ғой. Себебі сіздер избранныйсыздар. Сізді именно Аллах тағала, сіздің именно ата бабаңыз сізді таңдады. Осы бала, осы қызым, осы ұлым, мені ер адамдар да тыңдайды екен, 10%. Осы ұлым, осы қызым, осы әулетімді ағартады. Мен жүрегім жылайды кәдімгі, осындай да бар ғой. Түсімізге кіріп жатыр, аян беріп жатыр ата әжелеріміз, иә. Сонда олар кәдімгідей бір жамандықты ойласаң түсіңе кіреді, тоқтатады бүйтіп, иә. Кірлетпеші, үстіңді кірлетпеші, біз саған сеніп отырмыз, только біз саған сенеміз, тұрыш, таң намазын оқыш, пожалуйста. Біз тек қана өліп жатыр олар, ана жақта олар уже намазды да оқи алмайды, Аллаға да сыйына алмайды, Алла кешір деп те айта алмайды, жатыр олар қиямет күнді күтіп, иә. Сондықтан міне тірі жүрсіз ба, я Алла кешіре көр деп айта аласың ба? Аллах тағала сені осылай таңдап қойды ма? Дым Құранда, намазда ештеңені білмесең, Алла кешір, Алла кешір, Алла кешір деп айта беріңдерші. Сүйегің ауырып жүр ма? Жаңағы сүйегім ауырып жүр деген қыз Алладан кешірім сұрашы. Аллах тағалам өз жұртым, қайын жұртым, нағашы жұртымның біліп білмеген жасаған, амалсыздан әдейі жасаған күнә қателіктерін кешіре көр деді. Бетті ашты, кітап толып тұр ғой. Фатиха, Ықылас, Нас, Фалақ, Аятыл Күрсі, Кәусар сүрелерін оқып шығыңдаршы тек. Тіпті оқуға мойның жар бермей ме? Алла, 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 Алла дей беріңдерші. Вот сонда сіздің халыққа қызмет етуге жолыңыз барлығын ашасыз. Бір адам не то что жаңағы өз отбасы, не то что әулет, бүкіл жер бетінің тағдырын өзгертуге әйелдің жаңағы Аллаға сыйынса несі бар дейді. Барлығы біздің жәу таңдап, мен эфирге шыға алмай жүрмін, жәу таңдап отырған ер адамдарын жамандайды. Келіп бір ер адамын ақшаны өзім тауып жатырмын, анау шет дымы жоқ дейді да. Мына жақтан ананы танитын адам айтады, бұның күйеуі күшті дейді, бұның күйеуі әйелін еркелетіп отыр. Мен айтамын, ананы жамандап жатыр ғой сен. Ой, менің күйеуім оңбаған, ананың күйеуі күшті ғой дейді. Көрдіңіз бе? Мына әйелге мына күйеуі жаман, мына жердегі әйелге бұның күйеуі жақсы, бұның күйеуі оңбаған. Менің күйеуіме қарағанда ананың күйеуі күшті дейді да. Бейшара ер адамдар. Поэтому қыздар, жақсы ғой, хорошо. Ағаларым, Санду керемет Санду, онда сіздерде вообще керемет вообще ұрпақтарыңыз қыздар. Біз бар ғой, ата бабаның жүгін арқалап жүрген жоқпыз. Олар әркім өзі үшін жауап береді ертең қиямет күні, бірақ бізде мүмкіндік бар олардың жүзін ағартуға, олардың жұмаққа баруына жаңағы жол ашатындай, жолдама алып беретіндей бізде сәл мүмкіндік бар. Алладан сыйынып, мысалға мен неге оны уверенно айтамын, потому что мен намазға жығылғаннан 3 күннен кейін менің түсіме кіріп, өзімнің әжем, менің кішкентай башпайым сынғанда салып берген сынықшы ата, тағы бір нағашы ата, тағы бір танымайтын ата, сосын менің папамның ағасы қайтқан 5 адам тізіліп отырып, менің қолымнан дәрет алып, құмамен су құйып дәрет алып жатыр. Мен сонда су құйып жатырмын, олар кәдімгі ауыздарын шайып, намаздың алдындағыдай дәрет алып, мен намаз оқығанда мен осылардың бүкіл ауыртпалығын тазартып жатырмын ба, сонда мен осыдан кейін ауырам ба, или не істеймін, или маған ауыртпалық келе ме деп жатқан кезде кішкентай құманда су қалды, бетімді қолымды жуып, бетімді немді құлағымды жуып жатқан кезде қолыма су жетпей қалды. Я Алла, мен солай бола ма деген уақытта төбеден су құйылды да,
полный ғұсыл алынды. Кәдімгідей өзімнің залда бордовый кілемімнің кітте су нетіп бара жатқан қолымның ұшына тиіп алып соны былай жуып үлгердім. Бұл түс не деп тұр сонда? Біздің әрбір оқыған намазымыз, әрбір жаңағы құлшылығымыз біздің жаңағы құлшылық жасай алмай кеткен ата бабамыздың жүгін арқалау емес, олар үшін дұға қылуға мүмкіндік. Жаңағы мүмкіндігіміз бар, соны пайдаланып қалайық. Жаңағы тамам құрғақ болды. С правой стороны заклинило. Это значит, жұмыс жүріп жатыр. Мен жаңа айтып жатырмын ғой, жұмыс жүреді, көрдіңіздер ме? Кәдімгідей жұмыс жүреді. С правой стороны заклинило. Сонда біз жүгін көтермейміз ешқандай. Тек қана біз жаңа құлшылық жасап, жаңа нетеміз. Жаңа айтайын деп жатқаным, мұсылманның дейді, ұрпақтары көп болу керек дейді. Не үшін? Артынан дұға қылу үшін дейді. Сондықтан міне бір сөз қой, артынан дұға қылайық мүмкіндігінше. Енді бір нәрседен біз әйел адамбыз. Біз үй шаруамыз бар, ер азаматымыздың жағдайы бар, ата енеміз бар, ағайын тумаға хабарласу керек. Осының барлығы біздің мойнымызда тұр. Еще не хватало бізге сыйынуға да. Нет, қыздар. Бірінші өзіңді күт жан ретінде. Екінші бала шағаңа қара, күйеуіңе қара. Нетіп, иә, соларды жасап ал. Оның өзі Алланың алдындағы құлшылық, қарашы. Оның өзі Алланың алдындағы құлшылық. Сондықтан егер сен білесің, түннің ішінде тұрып, жаңағы 2 рәкат намаз оқып, осындай Құран сүрелерін оқысаң керемет болатын білесің, бірақ мүмкіндік болмай жатыр. Емізіңде балаң бар, болмаса аяғың ауыр ұйықтап қалырсың, болмаса күйеуің жаңағыдай қиындау әлі жаңа саған етпей жүрген болса, қыздар, мен сөйте алмай жатырмын, мен бүйте алмай жатырмын, мен сөйте алмай жатырмын деп өздерін бостан босқа қазбаламай, мен қазір күйеуімнің жағдайын жасағанның өзі менің Алланың алдында құлшылығым. Мен баламды емізгенде әрі емген, әрі сорғаны жаңағы сауап. Мен баламды қазір тыныш ұйықтатып жатқан, мен қазір үйімді тазалап, асымды пісіргеннің өзі Аллаға құлшылық, Алланың разылығын үшін істеп жатырмын деп өздерінде. Мен бірнеше жаңағы рет намаз оқуға үлгермей жатырмын, осындай Құран бағыштай алмай жатырмын деп өздерің қазбаламаңдар. Мүмкіндік туа ма, жібермеңдер. Оқып алыңдар. Мына баланы жуындырып жатырып та нете беріңдер. Алла дейді. Тамақты пісіріп жатырып та зікір айта беріңдер. Алланың есімдерін айта беріңіздер. Ешқандай да проблема жоқ. Аллах тағала өзі көтеріп, өзі реттейді. Сен баюың керек болғанда байытады. Сен жүрегіңе тыныштық беретін уақытта береді, бірақ сұрау керек болды. Қыздар, эфирді сақтаймын. Сол уақыт уже болып қалды. Енді барып тағы да ертеңгі тамақ пісіріп қойып жатырмын, борщ жасап қоямын. Соны аяқтап тастайын, жайлап тағы шай беріп әңгімемді айтып қалай, бүгін қалай өтті, оразаңды аузыңды ашып жіберген жоқсың ба, молодец деп мақтап күткен, аузын ашып жібермесе, сондай кішкене күйімізді қолпаштап біз көтерсек, біз мақтасақ, жаңағы не дейді, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді, үйден мақтап отырыңдар біреулеріңді. Қыздар, Динка, сәлем. Көре алмай қалдым. Сақтаймын берсе, ал енді мен сақтап көрейін, қазір өзгертіп алмай, пока қыздар, сақтап көрейін. IGTV-ге салып көрейін, қыздар. Ал піссімілі, ораза уақытында боянуға бола ма екен? Білмеймін енді ол. Сен бояну деген нәрсе, ол біреуге жағыну үшін, біреуді өзіңе қарату үшін бояну болса, онда болмайды. Егер жаңағыдай үйдің ішінде ер азаматтың көзін қызықтырамын, балдарым әдемі болып көрінемесе, онда ол харам болмайтын шығар. Білмеймін енді, қыздар. Боянуға совсем запрет жоқ. Сүрме деген бар. Көз бояйтын адамның сұлулығын подчеркивать етуге болады ғой. Совсем боянуға болмайды, это харам деген жоқ сияқты. Қыздар, үлгермей қалармын,